Сәлеметсіздер ме? Негізгі орта білім беру деңгейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2012 жылғы 23 тамызындағы 2016 жылдың 7 шілдесінде енгізілген өзгерістер бойынша орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес әзірленді. 2017-2018 оқу жылында жалпы білім беретін мектептердің 5-7 сыныптары қазақ тілі мен әдебиеті пәнін жаңа мазмұн негізінде оқитын болады. Таныстырылым қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқушылардың оқылым дағдысын қалыптастыруға арналған. Оқылым дегеніміз не? Оқылым рецептивті дағдылар қатарына жатады. Оқылым жазба тілдегі мәтінді түсініп қабылдауды, мәтін тілін сөздер мен сөйлем деңгейінде және тұтастай мәтін деңгейінде түсінуді білдіреді. Оқылымның мақсаты жазбаша түрде берілген мәтіннің мазмұнын түсіну, яғни жазбаша мәтіндегі ақпаратты қабылдау. Қазақ тілін екінші тіл ретінде үйретуде оқылым әрекеті маңызды рөл атқарады. Тіл үйрену барысында оқушы қалыптастыратын дағдылар: көрсетімдік, ізденімдік, танымдық, зерделік. Оқылым дағдысын оқушы бойына қалыптастыру түрлі жолдармен жүзеге асады. Оқу мақсаты. Оқу бағдарламасында оқылым бөліміне 6 оқу мақсаты берілген. Атап айтқанда, кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, қолдана алу. Ресми іскерлік салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау. Прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкерлердің іс-әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау. Мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып, талдау жасау. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу. Оқылым кезеңдерін жүзеге асыру. Оқылым дағдысын қалыптастыру кезеңдері: оқылым алды, негізгі оқылымнан кейінгі. Оқылым алды тапсырманың мақсаты: берілген мәтіндерді түсіну қиындығын жеңілдету. Мәтінде берілген мазмұнды толық түсіну үшін алдын ала мазмұнға жуық сұрақтар беріледі. Оқушылар жауап іздейді, өз көзқарасын білдіре отырып жауап береді. Оқылым тапсырмасының мақсаты: мәтіндер мазмұнын толық түсіну және қажетті ақпараттарды шығармашылық жұмыста орынды қолдану. Біраз түсініп қалыптастырғаннан кейін оқушылар әртүрлі мазмұнда мәтіндер алу арқылы топқа бөлінеді. Топта әр оқушы мәтіндерін оқиды, танысады. Бір мазмұндағы мәтіндерді егжей-тегжейлі талқылау, мазмұнымен толық танысу үшін мәтіннің екінші бетіндегі түстерге қарай тағы топқа бөлінеді. Бастапқы топта әртүрлі түстегі кемпірқосақ болса, енді бір түсті болып топ құрайды. Содан кейін оқушылар бастапқы кемпірқосақ тобына қайта оралып, өздерінің мәтіндері жайлы сағат тілімен әңгімелеп береді. Топ мүшелері барлық мәтін мазмұнымен бір мезгілде осылайша танысып шығады. Оқылымнан кейінгі тапсырманың мақсаты: оқушының мәтіндегі ақпаратты түсініп, мәтін бойынша шығармашылық еркіндікке бағыт алуын бақылау. Бастапқыда мәтіндегі лексикалық, грамматикалық бірліктерді игеру және мазмұнын түсіну мақсаты қойылса, ал оқылымнан кейінгі тапсырмада мәтіндегі ойды кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсынуға және оның мазмұнын бағалауға бағытталады. Оқушы қай дағдыны қалыптастырса да, шығармашылық жұмысқа бет бұруы маңызды болып табылады. Сондықтан оқушы оқылым дағдысын қалыптастыру кезеңдерінде қажетті ақпараттармен қаруланып, мәтіндегі ойды шартты сызбалармен, кестемен, диаграммамен бере алуы орындалған жұмыстың нәтижелі болғанын көрсетеді. Бұл жерде оқушының бойындағы сыни ойлау мен креативтілігі айқын байқалады. Шығармашылық жұмыстың нәтижесі: белсенділікті арттыратын оқыту стратегиялары. Сонымен қатар, оқылым дағдысын қалыптастыру үшін тағы басқа түрлі оқыту стратегияларында қолдануға болады. Мысалы, свод талдау әдістемесі, свод шешімдер. Бұл жерде оқушылар шаруашылықтың күшті, әлсіз жақтары мен мүмкіндіктерін, қауіп-қатерін анықтайды. Свод шешімдер әдісін өзекті мәселенің шешімін табуға қолдануға болады. Мысалы, арнайы күштің көмегімен мүмкіндіктерді қолдана алуға, күштің көмегімен қауіп-қатерді жоюға, мүмкіндіктер арқылы әлсіз жақты нығайтуға,
әлсіздіктер мен қауіп-қатердің тоғысуын болдырмау үшін қабылданатын шешімдерді шығаруға дағдыланады. Оқылым стратегияларын қолдану оқушыға мәтін мазмұнын түсініп қана қоймай, негізгі ойды автор көзқарасымен бірге байланыстыра талдауға, дерек пен фактіні ажыратуына, себеп пен салдарды анықтауына, өмірмен байланыстыруына, көтерілген мәселені талдауына, өз пікірін білдіріп дәлелдеуіне, тұжырым шығаруына, проблемалық сұрақтар арқылы зерттеуге, ойды шартты белгілер мен диаграммалар арқылы ұсына білуге мүмкіндік береді. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.